Ал құрметті достар, осы кескінімді міндетті түрде өткізбетпей көре кетіңіздер. Мына алда келе жатқан айт келу байланысымен осы кескінді сіздерге мақсатты түрде тартып отырмын. Бір айтқан кезде сіздерде осы дос жарандарыңызға жолдық қойса, өте керемет болады деп ойлаймын. Мен енді бүгінгі таңда өздеріңізді білесіздер. Енді қазір енді ауылда енді жалғасты түрде осындай енді ауылдамын, күтініп жатырмын десем болады. Енді өзімнің енді көптеген енді тарихымды осы тойың парақшасында болсын көп кісіге енді негізді естіттім десем болады. Осы кезеңде мына енді алда айтып келе жатқан байланысты өзіміздің Текес аудандағы осы бір әпкеміздің дүкеніне келдім. Қазір енді осында орындарым болсын, өздеріңізге толық тастақ қоятын боламын. Бірінші айтқан кезде бұл жерде мынандай бір қимылдар бар екен. Бұған да сіздер болып, біздер болып қатынасуымыз керек деп ойлаймын. Ал енді ең бұл жерден кеп айттық тәттала дегенсе, шамадан мен айтатын болсам осы бір апталық па, сондай негізі. Аз ғана уақыт қалды осы кезеңде сіздер болып, біздер болып қамданып қалуымыз деп ойлаймын. Енді бұдан бері қарай алға қарай алып жүрміз. Ең төмен болған кезде жаулық кешен беріледі. Ең төменгі сауғасы, ең одан жоғарғысы мақсатты түрде сіз осы жерден кеп тәтті алатын болсаңыз, сізге киім ең төмен болғанда жаулықты өздеріңіз білесіздер ғой. Сол үшін келіп осы бір әпкенің дүкенінен осындай сіз іздеген арғы беттен кірген небір Қазақстанның тәтті жемектік жемістері бар деп ойлаймын. Қазір де өздеріңізге осы толық кескінде барлықтарыңызға көрсеткім келеді. Өнімнің бағасы болса халықтың қалтасы көтеретіндей. Сіздер болып, біздер болып әрине осы жерге келіп көріңіздер. Бірінші айтқан кезде осындай орайдан қағыс қалып қалмаңыздар. Және де енді жақсыда жаңалықты кескіндерін өздеріңіздің артына тастақ қоятын боламыз. Сіздер де көріңіздер, көзайым болыңыздар. Басқа жақтан да құлжадан да барып алып жатсыздар ғой. Сол үшін мына жердегі ең төменді тиімді баға екен. Сіздер де ары бері жақыннан арбалағанша алыстан арбалағанша жақыннан дор бола дейді. Сол үшін осы кескінімді кеңінен таратып, қолдап қуаттап, тыншап қойды. Ұмытпаңыздар ағайындар. Көріскенше күн жақсы. Рахмет. Өнімген құрметті достар, кескінімнің артынан өздеріңізге және де бір жақсыда жаңалығын айтқым келетіні ең төмен бағадағы заттарын өздеріңізге айта кетейін. Қазір толық кескінде де өздеріңізге көрсеткім келеді. Осы кескінімді міндетті түрде көптеген осы достарыңызға таратыңыздар. Әр аймақтан болсын, мен қазір нөмірін осы әпкені тастап қоятын болам. Бірінші атқан кезде сіздер вишатқа қосып алыңыздар, төте нөмірмен хабарлассаңыздар болады. Басқа біреуден де негіз алып жатсыздар ғой. Сол үшін енді қашанда болсын өзіміздің енді қолдан шықсын деп осы кескінді өздеріңізге тартып отырмын. Қазір енді қысқаша кескінді өздеріңізге бір заттың бағасын айта кететін болам. Міндетті түрде көріп, сол нөмірді сіздер де түсіріп алыңыздар, өнімген вишинға көшіріп алыңыздар. Өңін жақсыда жаңалықты ол кісі өздеріне вишинда өздеріңізге жеткізеді деп ойлаймын. Рахмет. Өнімген достар, мынандай тиімділікті қарай көріңіздер. Қазір кескіндегі мына арықтату шайының өзі 9 сом 90 тиын ғана екен. Өнімген пряниктің өзі 8 сом, өнімген шыны жуатының екеуінің өзі 5 юанға татиды екен. Сіздер көріңіздер, тордан қанша юан қаласыздар осының бәрін. Өнімген арғы беттен кірген шаш бояқтың өзі енді базар бағасында осы жаққа кіресімен ішінде 18 сом екен. Өнімге мына нөмірді міндетті түрде сақтабаңыздар. Осы дүкендегі әпкеміздің нөмірі, вишатына да төте телефон ұртта хабарлассаңыздар болады. Ал енді мына қағаздың бағасының өзі 5 юан ғана екен. Ойлаңыздаршы, мынаны қанша күн істетесіздер. Ал енді мынаның өзін базар бағада 4 юаннан сатып жатыр. Ар жағындағы мына бір шыны жуғыш сұйықтығымыз арғы беттен кірген екен, 8 сом ғана екен. Ойлаңыздар достар. Қазір енді мына енді бір базар бағада тиімділік жағынан өздеріңіз осы толық кескінде жеткізіп отырмын. Бірінші айтқан кезде мына нөмірді міндетті түрде көре кетіңіздер. Вишатқа да қоса кетіңіздер. Өнімген қандай жұмыстарыңыз болады, осы дүкеннен қандай зат алсаңыздар да бәрі табылады деп ойлаймын достар. Өнімген достар, мына жерде шекер 6 сом, Нават 10 сом екен. Мынандай тиімділіктер көрмейсіз бе? Ең арзан бағада тиімділікке қол жеткізгілеріңіз келсе, осы дүкеннен келіп алыңыздар. Негізінен бір апталық қана айттық осындай бір қимылдан. Сіздер де қағыс қалып қалмаңыздар. Сіздер де көріңіздер, көзайым болыңыздар. Мінеки өте таза негіз жемістері бәрі арғы беттен кірген сорты да барлығына кепілдік етем деп тұр осы әпкемізде. Қазір енді өздеріңізге де нөмірін барлықтарыңызға және бір көрсете кеттім келеді. Міне сіздер де көріңіздер, көзайым болыңыздар. Уайымдай бермеңіз, бәр жақсы болады. Өмір сүру қайдан оңай болсын. Маңайымыздағы жадырап жайнап күліп жүретін жандардың жарқылдаған жанарларының астарында біз біліп біле бермейтін қиыншылықтар мен сәтсіздіктер жатуы әбден мүмкін.
Бұл өмірде барлық адам сәтсіздікке, түрлі қиыншылықтарға ұшырайды. Өмір сахнасы біздің қабілетімізді әйгілеп қана қоймай, күш қайратымыз бен сабырлығымызды сынайды екен. Сондықтан азырақ істеріңіз сәтсіз болып көңілсіздікке ұшырап жатсаңыздар, үнжұрғаларыңызды түсірмей, ертеңімізге үмітпен қарайық, бәрі жақсы болады деген сенімнен айырылмайық.